Қыс балықшылар үшін олжалы мезгіл, алайда ауыз аламын деп суға кету қаупі жоғары. Айталық оқыс оқиға 11 қаңтар күні Жуалы ауданында орын алды. Екі азамат Белекөл көліне балық аулауға шығып үйлеріне қайта оралмаған. Оларды іздестіру жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Сол себепті құтқарушылар облыс тұрғындарына сақ болуды ескертеді. Төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері қыста балық аулау кезінде қауіпсіздік ережелерін ескермеудің салдары қайғылы оқиғаларға әкелуі мүмкін дейді. Халық арасында түсіндіру жұмыстары жиі өткізілсе де, былтыр қысқы кезеңде екі қайғылы жағдай тіркелген. Жүргізілген шараларға қарамастан 23 жылғы қысқы кезеңде екі оқиға тіркеліп, ол жерде 3 адам балық аулау кезінде қаза тапты. Қазіргі таңда облыс аумағында ауа райының тұрақсыздануына байланысты су айдындарында мұз толық көлемде қатпаған. Бұны енді біздің оңтүстік өңіріне тән нәрсе. Бізде мұздың қату өте сирек кездесетін мәселе. Сол себепті бізде қазіргі облыс көлемінде барлық су айдындарында бізде толыққанды мұз қату жағдайлары әлі қалыптасқан жоқ. Бұдан бөлек жыл сайын 19 қаңтарда православ христиандары крещение Господне мерекесін атап өтеді. Осы орайда жергілікті атқарушы органдары бұлақтарға барған кезде жазатайым оқиғаларының орын алуы мүмкін екендігін ескертеді. Биыл Жамбыл облысын шомылуға арналған арнайы 4 орын белгіленген. Атап айтқанда Талас пен Аса көлі, Әулиебастау мен Ақбұлақ бұлақтары. Аталған шомылу орындарында білікті медицина мамандары, құтқарушылар, төтенше жағдайлар департаменті және полиция департаменті қызметкерлері кезекшілік ететін болады. Дәулет Акимов, Махаббат Құсайын, Елдар Түстікбай, 24 Ньюс.